Қазақстан Республикасы. Және де Қазақстан Республикасының спортшылары. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы да спортшыларымызға қазір қошеметін білдіріп жатыр міне. Өз елімізде өтетін байрақты бәсекеде ел намысын қорғайтын спортшыларымыз назарларыңызда. Біздің бетке ұстар спортшыларымыз. Ертең мерейімізді асыратын атлеттеріміз. Ұлттық спортымыз ұлықталатын күн бүгін мінеке. Құрметті көрермендер, дүниежүзілік көшпендер ойындары Астанамызда өтеді. Оған қаншама спортшымыз қатысады. Да, конечно, ожил стадион, сразу все же ждали, наши болельщики. Приветствуют. 30 мың жанкүйер бар деп айттық қой Астана аренасына сиятты мінеке. Шынымен сан мыңдаған жанкүйерлер бүгін келді. Билеттердің барлығы сатылды. Шынымен не шаншыр орын жоқ. Право, мне показалось, или я сейчас видел Гусмана, Киргизбаева? Мен де сол байқап қалдым, бәлкім егізі шығар. Өйткені егіз сынары бар, ол да күреспен айналысады. Қазақ спортшыларына сәттілік тілейміз. Тек қана президентіміз емес, халқымыз да орындарынан тік тұрып қолдауларын көрсетіп жатыр. Керемет атмосфера, ғажайып сәттер, тарихи сәт. Ғажап көріністер, шынымен делебеміз қозып отыр. Осы бір сәтті көр. Жанкүйерлер де құлап жатыр.